Сіз күніне қанша рет тыныс аласыз деп ойлайсыз? 1000, әлде 5000. Ғалымдардың айтуы бойынша, адам бір тәулікте шамамен 20 000 рет тыныс алады. Демек, тыныс алу біздің өміріміздің ең негізгі тіршілік әрекеті. Халықта денсаулық зор байлық дейді, ал дұрыс тыныс алу сол байлықты сақтаудың бір жолы. Бұл бейнероликте біз тыныс алу жүйесінің құруы мен қызметін толығырақ қарастырамыз. Адам ағзасында тыныс алудың қалай жүретінін, өкпенің, альвеолалардың, мұрын және тыныс жолдарының рөлін түсіндіреміз. Сонымен қатар тыныс алу жаттығуларының ғылыми тұрғыдан дәлелденген пайдасын қарастырамыз. Олардың стресс деңгейіне, өкпенің сыйымдылығына және ағзаның жалпы жағдайына әсерін түсіндіреміз. Бүгін мен сіздерге адам ағзасындағы ең маңызды жүйелердің бірі тыныс алу жүйесі туралы айтып берейін. Тірі жан тынысымен дегендей, тыныс алу өміріміздің негізі. Тыныс алу жүйесі дегеніміз не? Тыныс алу адам өміріндегі ең негізгі процесс. Біз әр минут сайын тыныс аламыз, бірақ бұның қаншалықты күрделі екенін сирек ойланамыз. Тыныс алу жүйесі тірі дене мен сыртқы орта арасындағы газ алмасуды қамтамасыз етеді. Яғни оттегіні қабылдайды, ал көмірқышқыл газын сыртқа шығарады. Тыныс алу жүйесі екі негізгі бөліктен тұрады. Тыныс алу жолы және газ алмасу мүшесі өкпе. Тыныс алу жолы мұрын қуысынан басталады. Мұнда ауа тазартылады, жылытылады және дымқылдандырылады. Мұрын денсаулықтың есігі демекші, дұрыс тыныс алу мұрын арқылы жүреді. Содан кейін ауа көмекей, кеңірдек және бронхтар арқылы өкпеге жетеді. Өкпе біздің негізгі тыныс алу мүшеміз. Ересек адамның өкпесінде 300-500 миллион альвеолалар бар екенін білесіз бе? Бұл кішкентай көпіршіктердің жалпы ауданы 200 шаршы метрге дейін жетеді. Тыныс алу циклі 3 фазадан тұрады. Тыныс алу, тыныс шығару және тыныс үзілісі. Ересек адам минутына 14-18 рет тыныс алады. Қызығы, жаңа туған нәресте минутына 60 рет тыныс алады. Бұл біздің жиілігімізден 4 есе көп. Тыныс алғанда кеуде қуысы кеңейеді, өкпе ұлғаяды және атмосфералық ауа альвеолаларға енеді. Міне, осында керемет газ алмасу жүреді. Оттегі қанға өтіп, көмірқышқыл газы шығады. Бұл процесс диффузия заңы бойынша газ қысымының айырмашылығы арқылы жүзеге асады. Тыныс алу жүйесінің негізгі қызметі газ алмасу. Бірақ оның басқа да маңызды қызметтері бар. Мысалы, қорғаныс, жөтелу арқылы, дыбыс құрау көмекейде және иіс сезу. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы әр адамда әртүрлі. Мысалы, спортшыларда ол 7000 мл-ге дейін жетеді, ал қарапайым адамда 3500 мл. Тәнің сау болса, жаның да сау болады дегендей спортпен шұғылдану тыныс алу жүйесін айтарлықтай дамытады. Тыныс алу жүйесі біздің өмірімізді қамтамасыз ететін керемет механизм. Денсаулық мыңнан бір деген мақал бекер айтылмаған. Оны қорғау және дамыту біздің денсаулығымыздың кепілі. Тыныс алу жаттығулары денсаулықты нығайтуға арналған қарапайым бірақ өте пайдалы әдіс. Ең алғашқысы диафрагмалы тыныс алу деп аталады. Қолды ішке қойып, мұрын арқылы терең тыныс алып, ауаны ішпен толтырамыз. Ауаны ішпен толтыру дегеніміз дем алу процесін ішімізді сыртқа қарай шығару арқылы жүргізу, ал дем шығару процесін керісінше ішімізді ішке тарту арқылы жүзеге асырамыз. Бұл диафрагмалы бұлшықеттерді іске қосып, өкпеміздің ауа сыйымдылығын арттыруға көмектеседі. Келесі 4-7-8 әдісі. Сәйкесінше 4 секунд дем алу, 7 секунд демді ұстап тұру және 8 секунд бойы ауаны шығаруды білдіреді. Бұл жаттығуды тиімді орындау үшін 4 секунд дем алу барысында біз қолымызды жоғары көтереміз. 7 секунд бойы қолымызды сол қалыпта ұстап тұрамыз және 8 секунд бойы қолымызды түсіріп, демді бір уақытта шығарып отырамыз. Осы арқылы біз ұйқымызды реттеп және стресс деңгейін азайта аламыз. Сонымен қатар, физикалық жаттығу кезінде де дұрыс дем алу өте маңызды. Әдетте адам жүгіру барысында мұрынмен дем алады. Алайда жылдамдық артқан сайын ауызбен де дем алу өте маңызды. Себебі ағзамызға физикалық белсенділік артқан кезде оттегі сұранысы да көбейеді. Сондықтан тыныс алу үшін аузымызды кішкене ғана ашып, жүгіру барысында ішімізді алдыға шығару және артқа тарту арқылы диафрагмамызды іске қосамыз. Осы арқылы өкпемізге біз көбірек оттек алуға жол ашамыз.
Осылайша жүгіргенде дұрыс тыныс алу жүрек пен бұлшықет жұмысына оң әсер етеді. Зерттеулерге сәйкес, аптасына 3 рет тыныс алу жаттығуларын жасаған адамдардың өкпе сыйымдылығы орта есеппен 15%-ға артқан. Сондықтан халық айтқандай, таза ауа жанға дауа. Сонымен тыныс алу жүйесі ағзаға өмір беретін ең маңызды жүйелердің бірі. Тыныс алу жаттығулары стрессті азайтады, жүрек пен өкпе жұмысын жақсартады және жалпы денсаулықты нығайтады. Біздің ұсынысымыз күніне кемінде 5-10 минут тыныс алу жаттығуын орындаңыз. Спортпен айналысқанда тынысты дұрыс үйлестіріңіз. Шылым сияқты зиянды әдеттерден бас тартыңыз. Қазақта денсаулықтың қадірін ауырғанда білесің дейді. Сондықтан денсаулықты сақтау әр адамның басты міндеті. Ал жақсы тыныс жаннан тынысы деген сөзді ескерсек, тыныс алу мәдениеті ұзақ әрі сапалы өмірдің кепілі.